Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын жарыни сосисканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табамызға айранымызды құйып аламыз. Шым-шым тұз саламыз. Жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Ұнымызды кішкенеден сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды үстел үстіне қойып, тағы да жақсылап илеп шығамыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болуы қажет. Сосын бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Болған соң қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыздың қалыңдығы 2-3 сантиметрдей болуы қажет. Қамырымызды осылай ұзынынан кесіп шығамыз. Сосискамызды орап шығамыз сосын. Қызып тұрған майымызға салып, жай отта қуырып аламыз. Осылай сарғайып, әдемі болып піседі. Өте оңай жасалады, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.